Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге торттың сыртын қаптауға арналған крем-чиз на масле кремінің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жұмсақ сары май 80 грамм, одан кейін сахарный пудра 50-60 грамм, екеуін осылай жақсылап миксерлеп аламыз ағарғанша. Одан кейін творожный сыр 350-400 граммдай қажет. Осылардың барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай плотный әдемі крем шығу керек. Және осындай кондитерлік қапшыққа саламыз. Мен кремді екі бөлдім. Осылай көп бөлігін ақ қылдым және кішкене бөлігін розовый түске бояп алдым. Және осыны кондитерлік қапшыққа саламыз. Тортқа жаққан кезде ыңғайлы болу үшін. Ал тортта осылай көрінеді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.